қазіргі уақытта жаңа термин пайда болды аға, ақпараттық биография. Сен қандай ақпаратпен қаруланып жатсың? WhatsApp-тан саған не келіп жатыр? Инстаграмнан не оқып жатсың? Қай парақшаға тіркелгенсің? Қандай комментарийді сен кімді оқисың? Тіптен Фейсбуктың өзі, біздің немесе Инстаграмның өзі сенің қалаған парақшаңды шығармайды. Өзі қалаған парақшаңызды алдыңыздан шығарып отырады. Мысалға мына немістердің өзі фашизмнің кезінде, енді Польшада білесіз, не деген жазалау пештері болды. Адамдарды отпен азаптады, аштықпен азаптады, мұздай сумен азаптады. Сонда мынандай бір тәжірибе жасаған екен аға. Адамдарды жатқызып қойып, қыздырылған темірді әкеп арқасына бұж еткізіп басады екен, таңба салады екен. Сондай кезде арасынан біреуіне жай ғана суық темірді әкеп басып алған кезде арқасы бұж етіп күйіп қалған екен. Неге? Себебі ол қасындағы адамдардың күйіп жатқан ақпаратынан ол биологиялық дайындықта күтіп отырған ғой. Сол сияқты мына адамға құрисыңдар, қазақ ел болмайсың, қазақты түбіне осы мына билігі жетіп жатыр, немесе қазақ деген осы біз осындай халықпыз, біз сатқынбыз, біз деген оңбағанбыз деп сіңіре берсе, шынында да біз оңбауымыз мүмкін. Өйткені ақпарат жан-жақтан келеді. Өйткені мына жерде маған мыңдаған сұрақтар келеді кешкі әңгімеде. Сонда қазақ бұрын 3/1-ге жетіп еді, бір жылдағы үйленгендердің ажырасуы 3/1-ге жеткен еді. Қазіргі уақытта 2/1-ге жетті аға. Бұл ұлттық қасірет. Енді сол ажырасқандардың негізгі себебін ашып түбіне үңілсең, жанашымайған адамдардың артық ауыз сөзінен немесе дер кезінде келіп бір нұрлы насихат айтып соларды түзетіп жібермегендіктен болғанда. Солай. Себеп көп. Біреудің күйеуі казино ойнап кетті, біреу ішіп кетті, біреу ойнаш жасап кетті, біреу жаман сөз айтты, көңілін қалдырды. Бірақ енді соның барлығының ар жағын қарасаң, қағып сілкісе шешілетін мәселелер бар еді. Біреулер дұрыс келіп мейірімменен түзетсе, солар түзеліп кетер еді. Бірақ өкінішке орай, қазір түзететін емес, бұзатын сөз көп. Қоғамда бұзатын сөз көп. Қараптан қарап отырып, мысалға, Тенгринеусті Нұргизетті оқысаң, бәлен жерде мысықты біреу балконнан кішкентай бала лақтырып жіберіпті, бір педофил ұсталыпты, әне жерде бір оңбаған қара ниетті әкесін бауыздап тастапты. 10 жаңалық болса, соның 8-і негатив. Адам ет пен сүйектен жаратылған ғой. Адам баласы амалының тұтқыны деп Құранда айтылғандай, біз не нәрсені естісек, не нәрсені көрсек, соның тұтқынын айналамыз да, сол салынған калькаменен ары қарай кете береміз.